Сәлем достар, біз сіздермен бүгін овсяная каша жасаймыз. Алдымен достар, 1 стакан овсянка салып, үстіне 2 стакан қайнаған су құямыз. Сөйтіп крышкасын жауып, 10 минутқа қойып қоямыз. Содан соң үстіне 1 стакан сүт құйып, газға қойып, 3 минут жай отта пісіріп аламыз. Қалауымызша қант пен тұз салып араластырамыз. Содан соң тағы 5 минутқа қойып қоямыз. Достар, біздің кашамыз дайын болды. Өте дәмді шықты. Және достар, осы рецептпен дайындаңыздар. Өйткені кашаларыңыз 1 сағаттан кейін, 2 сағаттан кейін, даже 1 күннен кейін де дәл осы қалпын сақтап тұрады. Қатып қалмайды. Өте дәмді шықты. Ас болсын, жасаңыздар.